I'm interesting, I'm interested. What's the difference between these sentences? In today's lesson, I will explain ed and the ing adjectives. Сәлем достар, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта ed және де ing жалғаулығын қажет ететін сын есімдермен танысатын боламыз. Алдымен каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар, және де видеомызға лайк басып комментарий жаза кетіңіздер. Барлығымызға белгілі, ed және де ing жалғаулары тек етістіктерге жалғанатынын білеміз. Алайда бұл жалғауларды біз сын есімдерге де жалғай аламыз. Мысал үшін, boring, bored, surprised, surprising, tired, tiring. Сын есім және де оның түрлері туралы видео сабақ осы каналымызда бар. Алдымен көріп шығуларыңызға кеңес беремін. Ал енді ed және де ing жалғауын қажет ететін сын есімге тоқтайық. Мысал үшін, Jane has been doing the same job for a very long time. Every day she does exactly the same things again and again. She doesn't enjoy it anymore and would like to do something different. Jane's job is boring. Jane is bored with her job. An adjective that ends ed is used to describe a feeling or emotion. Яғни ed жалғауымен аяқталатын сын есім адамның жай күйін, көңіл күйін, сезімдерін білдіреді. An adjective that ends in ing is used to describe the characteristics of a person or thing or situation. Ал ing мен аяқталатын сын есім бұл заттың, жағдайдың белгілерін сипаттау үшін қолданылады. Мысал үшін, Jane's job is boring. Джейннің жұмысы қызықсыз, яғни іс пыстыратын. Jane is bored with her job. Джейн өз жұмысынан жалықты, яғни Джейн жұмысынан іші пысты деген сөз. Бұл жердегі бірінші сөйлем boring деген Джейнге әсер етіп отырған іс-әрекет, ал bored бұл Джейннің ішкі көңіл күйі, Джейннің көңіл күйін білдіріп тұр. Яғни, someone is ed if something or someone is ing, or if something is ing, it makes you ed. So, Jane is bored because her job is boring. Jane's job is boring, so Jane is bored. Яғни, ed мен аяқталатын сын есім бұл біздің көңіл күйіміз, ал ing-ге мен аяқталатын сын есім бұл бізге әсер ететін көңіл күй. Мысал үшін, this book is interesting, I'm interested. Мұна кітап қызықты, мен бұл кітапқа қызықтым. Яғни, кітап мені қызықтырды деп тұр. Ал егерде I'm interesting деп айтатын болсақ, мен оны қызықтырдым деп тұр. Яғни, мен оны күлдіру үшін мен қызықты әрекеттер жасадым деген мағынаны білдіреді. Яғни, I am interested, мен қызықтым, ал I am interesting, мен қызықтырдым деп тұр. Someone is surprised because something is surprising. Біреу таңғалды, себебі біреу бір нәрсе таңғалдырды. Мысал үшін, everyone was surprised that he passed the examination. Барлығы оның емтиханнан өткеніне таңғалды. Яғни, адамдардың эмоциясын көрсетіп тұр. It was quite surprising that he passed the examination. Оның емтиханнан өткені таңғалдырды. Яғни, іс-әрекет адамдарға әсер етіп тұр. Келесі мысал, someone is disappointed because something is disappointing. Біреудің көңілі қалды, өткені бір нәрсе көңілін қалдырды. Мысал үшін, I was disappointed with the film. I expected it to be much better. Менің фильмнен көңілім қалды, себебі мен оны жақсы болады деп күттім. Яғни, бұл жерде I disappointed, ed жалғау жалғанып тұр, өткені ол менің көңіл күйімді білдіріп тұр. The film was disappointing. I expected it to be much better. Фильм көңілсіз, яғни қызықсыз болды, мен оны жақсы болады деп күттім. Бұл жерде ing жалғау жалғанып тұр, өткені бұл фильм маған әсер еткен. Someone is tired because something is tiring. Біреу шаршайды, өткені оны бір нәрсе шаршатады. Мысал үшін, he's always tired when he gets home from work. Ол жұмыстан үйге келгенде үнемі шаршайды. He has a very tiring job. Оның жұмысы шаршаңқы. Other pairs of adjectives ending in ing and ed are fascinated, fascinating, exciting, excited, amusing, amused, amazing, amazed, astonishing, astonished, shocking, shocked, disgusting, disgusted, embarrassing, embarrassed, confusing, confused, horrifying,
horrified, terrifying, terrified, frightening, frightened, depressing, depressed, worrying, worried, annoying, annoyed, exhausting, exhausted, satisfying, satisfied. Бұл сын есімдер ed және де ing жалғауын қажет ететін сын есімдерінің қатарына кіреді. Тағы да толық түсінікті болу үшін біраз мысалдарға тоқтала кетсек. It's been raining all day. I hate this weather. This weather is depressing. This weather makes me depressed. Яғни бірінші мысал бұл заттың құбылысының сипатын білдіріп тұр, ал екінші мысал бұл менің көңіл күйімді, яғни адамның көңіл күйін білдіріп тұр. Келесі мысал, astronomy is one of Tom's main interests. Tom is interested in astronomy. Том астрономияға қызығады. He finds astronomy very interesting. Ол астрономияны қызықты деп санайды. Яғни біріншісінде Томның көңіл күйін білдіріп тұр, екіншісінде оның іс-әрекеттің сипаттап тұр. Келесі мысал, I turned off the television in the middle of the program. The program was boring. I was bored. Мен теледидарды бағдарламаның ортасында сөндіріп қойдым, өйткені бағдарлама қызықсыз болды, менің ішім пысып кетті, яғни мен зерігіп кеттім деген мағына. Anna is going to America next month. She has never been there before. She is really excited about going. It will be an exciting experience for her. Анна келесі ай Америкаға барғалы жатыр. Бұл онда бұрын соңды болмаған. She's really excited about going. Ол бұдан өте қатты қуанышты. It will be an exciting experience for her. Бұл ол үшін өте қызықты болайын деп тұр. My mother teaches young children. It's a hard job. She often finds her job exhausting. At the end of the day's work, she is often exhausted. Менің анам кішкентай балаларды оқытады. Бұл өте қиын жұмыс. Оның жұмысы өте шаршаңқы. Жұмыстың соңында ол өте қатты шаршайды. Яғни exhausted оның көңіл күйін білдіріп тұр. We were all horrified when we heard about the disaster. Апат туралы естігенде бәріміз шошып кеттік. Horrified өйткені бұл біздің көңіл күйімізді білдіріп тұр. I enjoyed the football match. It was quite exciting. Мен футбол матчын ұнаттым, өйткені ол өте қызықты болды. Сіздерге тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни ed adjective is my emotion. Яғни ed жалғау жалғанған сын есім бұл менің көңіл күйімді білдіреді, ал ing жалғау жалғанған сын есім this gives me emotion. Бұл маған эмоция беретін іс-әрекет. Ал енді осы тақырыпқа байланысты тапсырма бергім келіп отыр. Сіздерге дұрыс жауабын табу үшін 2-3 секунд уақыт беріледі. Окей, алдымен бірінші мысал. Are you in football? Interesting or interested? How do you think? Are you interested in football болады, өйткені бұл адамның көңіл күйін білдіріп тұр. Келесі мысал. It's sometimes when you have to ask people for money. Embarrassing or embarrassed? It's sometimes embarrassing болады, өйткені бұл жағдайды сипаттап тұр. Келесі мысал. The kitchen hadn't been cleaned ages. It was really disgusting. Өйткені бұл да жағдайды сипаттап тұр. Do you easily get, how do you think, embarrassing or embarrassed? Дұрыс жауабы do you easily get embarrassed болады, өйткені бұл адамның көңіл күйін білдіріп тұр. Келесі. We went for a very long walk. It was very tired or tiring. It was very tiring болады, өйткені бұл жағдайды сипаттап тұр. Келесі тапсырма. I'm starting a new job next week. I'm quiet about it. I'm quite excited about it. Себебі бұл жерде адамның көңіл күйін білдіріп тұр. Осымен сіздерге ed және де ing жалғауын қажет ететін сын есімдер туралы түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.